Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер. Бүгінгі тақырыбымыз еңбекақы есебін жүргізу, яғни учет заработной платы. Еңбекақы есебін жүргізу бухгалтерлік есептің қиын объектілерінің бірі болып саналады. Себебі бұл еңбекақы және оған байланысты салық есептеу формаларының алуан түрлілігімен түсіндіріледі. Яғни не үшін басқа объектілерге қарағанда қиын? Себебі біз еңбекақыны есептегенде бір ғана еңбекақыны есептеп қоя салмаймыз. Сол еңбекақыдан есептеледі, мысалға взностар бар, яғни жарналар, отчислениялер бар, төлемдер, немесе салықтар бар, налогтар. Немесе еңбекақыға қосылатын қосымша надбавкалар бар деген сияқты. Жалпы сонда надбавкаларында түрі көп, немесе ұсталынатын взнос, отчисление налогтарында түрі көп. Оларды да есептеп отыруымыз керек, сондықтан бізге қиын объектілердің бірі болып саналады деп жатыр. Жұмысшы мен жұмыс беруші арасында жасалатын еңбек шартында, яғни трудовой договорда еңбекке ақы төлеу шарттары көрсетілуі тиіс. Яғни трудовой договорда сізде барлығы жазылып тұрады. Сіздің ақыларыңыз қанша болады, яғни сіздің зарплатаңыздан нелер ұсталынады, нелер есептелінеді, тағы да қосымша сіздің еңбекақыңызға нелер қосылады, үстіне надбавка, соның барлығы трудовой договорда жазылып тұрады екен, яғни еңбек шартында. Жұмысшыға белгіленген еңбекақы көлемі заңнамалық актіге сәйкес көрсетілген ең төменгі жалақыдан төмен болмауы тиіс дейді. 2022 жылғы ең төменгі жалақы қалай бекітілді? Ең төменгі жалақы, яғни бұл деген минимальная заработная плата 2022 жылы бізде 60 мың теңге болып бекітілді. 60 мың теңге. Одан кейін бір айлық есептік көрсеткіш, яғни месячный расчетный показатель бізде 3063 теңге болып бекітілді. 3063 теңге. Одан кейін негізгі лауазымдық жалақы, яғни базовый должностной оклад бізде 17697 теңге болып бекітілді. Осылар қазір бізге еңбекақы есептегенде қажет болады. Яғни базовый должностной оклад деген 17697 бұл бізде мемлекеттік кәсіпорында еңбекақы есептегенде осы арқылы есептейді. Яғни мысалға сіз частный жеке компанияларға баратын болсаңыздар, олар сіздерге трудовой договор бойынша бірден айтады. Сіздің мысалы окладыңыздың размері, мысалы сіздің окладыңыз 200 мың, 150 мың деген сияқты. Ал мемлекеттік кәсіпорындарда олай кесіп айта алмайды окладты. Сіздің окладыңыз қалай есептейді? Мысалға сіздің мамандығыңызға қарайды, еңбек өтіліңізге қарайды, яғни стажыңызға қарайды. Соған арнайы коэффициент бекітіледі бізде категорияға қатысты. А категориясы, Б, С категориясы деген сияқты. Сол сізге бекітілген коэффициентті базовый должностной окладқа көбейтеді 17697-ге. Сөйтіп барып сіздің окладыңыз шығарады мемлекеттік кәсіпорында. Түсінікті ғой. Жалақы бойынша есеп айырысу штат кестесіне, жұмыс уақытын есепке алу табеліне және еңбекақы есептеу формаларына сәйкес жүргізіледі. Біз яғни мысалға ай сайын еңбекақыны қалай есептейсіз? Біздің кәсіпорныңыздың әр подразделениесінен бөлек табелдер келеді. Сол табелде жазылып тұрады, мына жұмысшы осы айда мынанша күн жұмысқа келмеді, немесе мына уақыт аралығында больничныйға шықты, немесе мына уақыт аралығында ол жаңағыдай отпускныйға, отпускке шықты деген сияқты. Сіз сол табелге қарап сіз еңбекақыны есептей бересіз. Енді еңбекақы есебін жүргізгенде екі негізгі еңбекақы есептеу формасы қолданылады екен. Бірінші мерзімді екен, повременная, екінші кесімді, сдельная еңбекақы есептеу формалары. Енді мерзімді еңбекақы формасына келейік. Ол қалай есептеледі екен? Жұмысшыға еңбекақы белгіленген тарифтік мөлшерлеме, тарифтік ставка дейді, немесе жалақы дейді, оклад. Сол оклад бойынша нақты жұмыс істеген күнмен байланысты есептеледі екен. Орташа еңбекақыны қалай есептейді екенбіз? Мына жерде формуласы тұр. Орташа еңбекақыны есептеу үшін орташа еңбекақыны қалай есептейді екенбіз? Орташа бір күндік жалақыны көбейтеміз төленуге жататын күндердің санына дейді. Төленуге жататын күндердің санына. Яғни орташа еңбекақыны қалай есептейміз? Бір күндік жалақыны төленуге жататын күндердің санына көбейтеміз. Бұл не деген сөз? Бір күндік жалақы деген, яғни сіздің бір күн жұмысқа келіп жұмыс істегеніңізге қанша теңге төленеді? Соны көбейтеміз төленуге жататын күндердің саны деген біздің сол айдағы жұмыс істеген күндеріміздің саны. Түсінікті ғой?
көбейткен кезде сіздің сол айдағы орташа еңбек ақыңыз шығады екен. Ал енді орташа бір күндік жалақыны қалай анықтаймыз? Орташа бір күндік жалақы формуласы жазылған, жұмысшыға берілген окладты, яғни жалақыны окладты бөлеміз сол айдағы жұмыс күндерінің санына, жұмыс күндерінің санына. Яғни сіздің окладыңыз қанша? Мысалы 200 мың болатын болса, сол окладты бөледі, сол айда қанша жұмыс күні бар, соған бөледі. Сол кезде сіздің бір күндік жалақыңыз шығады екен. Жалпы әр айдағы жұмыс күндерінің санын анықтау үшін бірінші сіздің кәсіпорын 5 күндік жұмыс апталығына жұмыс жасай ма, немесе 6 күндік жұмыс апталығына жұмыс жасай ма, соны анықтап алу керек. Яғни сіздің жұмыс орныңыз 5-дневкамен жұмыс жасай ма, немесе 6-дневкамен жұмыс жасай ма, соны анықтап алу керек. Одан кейін сол айдағы жұмыс күндер, сол айдағы жалпы күндердің санынан, общий сол айда қанша күн бар, содан алып тастаймыз. Мемлекеттік мереке күндерін алып тастаймыз, және де демалыс күндерінің санын алып тастаймыз, выходной күндерді. Мысалы, сіздің жұмыс орныңыз 5-дневкамен, яғни 5 күндік жұмыс апталығымен жұмыс жасайтын болса, онда сізде демек сенбі, жексенбі күндері демалыс деген сөз, выходной. Значит, сіз әр аптадан суббота, воскресенье күндерін алып тастап отырасыз. Түсінікті ғой. Ал егер сіздікі 6-дневка болатын болса, 6 күндік жұмыс апталығымен жұмыс жасайтын болса, онда сіз әр аптадан 1 күндік выходной күндерді алып тастап отырасыз, воскресенье, жексенбі күндерін. Енді мына жерде мысал келтірейікші, мысалы қаңтар айында, январ айындағы жұмыс күні санын анықтап көрейік. Мысалы қаңтар айында толық 31 күн бар. 31 күн бар. Егер де сіздің жұмыс орныңыз 5-дневкамен жұмыс жасайтын болса, 5 күндік жұмыс апталығымен, онда сіз әр аптадан 2 выходной күнді алып тастап отырасыз, суббота, воскресенье. Яғни бір аптада 2 выходной күн болатын болса, сізде суббота, воскресенье, онда сізде бір айда жобамен бір айда 4 апта болатын болса, 4 аптада сізде 8 выходной күн бар, яғни 8 суббота, воскресенье күндері бар. Сондықтан сіз жалпы күндердің санынан алып тастайсыз, демалыс күндердің саны, яғни демалыс күндердің саны 8 болды бізде. Мысалы, қаңтар айында 3 мемлекеттік мереке күндері болатын болса, сол мемлекеттік мереке күндерін алып тастаймыз 3 күнді, сонда алатын болсақ бізде 20 болады. Яғни бұл 20 күн деген қаңтар айындағы жұмыс күндерінің саны деген сөз. Түсінікті ғой, қай айдағы жұмыс күндерінің санын қалай анықтау керек? Мысалы, наурыз айында, жоқ, келесі ақпан айы, ақпан айында басқаша болуы мүмкін жұмыс күндерінің саны. Март айында, наурыз айында мүлде басқаша болуы емес, себебі наурыз айында бізде мереке күндері көп, ол кезде жұмыс күндерінің саны аз болуы мүмкін бізде наурыз айында деген сияқты. Түсінікті ғой. Енді бізге астында мысал берілген, сол мысалды көрейік. Мысалы дейді, жұмысшыға берілген оклад 56 мың теңге дейді. Жұмысшының жалақысы 56 мың теңге. Қаңтар айында жұмыс күндердің саны 20 дейді. Бірақ жұмысшыға төленуге жататын күндердің саны 19 дейді. Яғни жұмысшы 19 күн жұмыс істеген. Қаңтар айында 20 жұмыс күні болғанмен ол 19 күн жұмыс істеген деген сөз. Бірінші не істейміз? Бірінші бір күндік жалақыны анықтаймыз. Бір күндік жалақыны анықтау үшін окладты бөлеміз сол айдағы жұмыс күндердің санына. Окладның размері 56 мың. 56 мыңды бөлеміз. Сол айда қанша жұмыс күні бар қаңтар айында? 20 жұмыс күні бар. Бөлеміз. Сонда біз 56 мыңды 20 күнге бөлетін болсақ, бізде 2800 теңге болады екен. Яғни, бұл жұмысшының бір күндік жалақысы 2800 теңге деген сөз. Яғни бір күн жұмыс істегенде оған 2800 теңге төленеді деген сөз. Енді бұл жұмысшының сол қаңтар айында орташа еңбек ақысын анықтаймыз. Қалай анықтаймыз? Бір күндік жалақыны көбейтеміз сол жұмысшының жұмыс істеген күндердің санына. Бізде бір күндік жалақымыз 2800 болды. Сол 2800-ді біз көбейтеміз. Жұмысшы қанша күн жұмыс жасады? 19 күн жұмыс жасады. Сондықтан 19-ға көбейтеміз. 2800-ді 19 күнге көбейтетін болсақ, бізде 53200 теңге болады екен. Яғни сол жұмысшыға қаңтар айында есептелген жалақы. Бұл әлі таза қолына берілетін, қолына тиетін жалақы емес. Бұдан әлі мысалға зейнетақы төлемі ұсталынады, жеке табыс салығы ұсталынады, немесе жаңағыдай медициналық жарна ұсталынады деген сияқты. Бұл жай ғана есептелген еңбек ақы екен.
Ары қарай жалғастырамыз. Еңбекақы есептелгенде жұмысшыларға жалақыдан басқа да қосымша төлем түрлері есептелуі мүмкін дейді. Пайызбен есептелуі мүмкін, немесе ең төменгі жалақымен, немесе ең төменгі жалақымен есептелуі мүмкін 60 теңге, немесе айлық есептік көрсеткішпен 3063 теңге, немесе негізгі лауазым жалақымен 17697 теңге, немесе тағы да бұлардан басқа есептелетін төлем түрлері бар дейді. Мысалы, экологиялық аумақта жұмыс жасайтын, экологиялық аймаққа кіретін қалаларда экологиялық төлем төленеді. Мысалы, Түркістан қаласында экологиялық төлем жалақыдан 20% төленеді. Түсінікті ғой. Мысалы, енді осы жұмысшыға 20% экологиялық төлем төленеді дейтін болса, онда біз осы 53.200-дің 20%-ын анықтаймыз. Сонда 53.200-ді 20%-ке көбейтетін болсақ, бізде 53.200-дің 20%-ы 10.640 теңге болады екен. Яғни байқадыңыздар ма, біз жұмысшыға белгіленген окладтан 20% есептемейміз, сол айдағы жұмыс жасап, өзі жұмыс жасаған күнге байланысты есептелген жалақыдан есептейміз 20%. Түсінікті ғой. Сонда жалпы еңбек ақысын қосатын болсақ, барлығын оның сол айдағы есептелген жалақысы 53.200. Соған қосамыз экологиялық төлемді 10.640 теңге. Сонда бізде болады барлығы 63.840 теңге болады екен. Түсінікті ғой. Бұл мысал түсінікті болды деп ойлаймын сіздерге. Және де бұдан да басқа қандай төлем түрлері бар екен? Үстеме бар екен, сверхурочный, түнгі, ночной, мереке және демалыс күндеріндегі істелінген жұмысқа 1,5 есе төленеді екен. Түсінікті ғой. Мына жерде бір мысал берілді, сол мысалды көрейік. Мына мысалды өшіріп салайын. Қараймыз. Мысалы, жұмысшыға белгіленген оклад 60.000 теңге дейді. Жұмысшыға белгіленген оклад 60.000 теңге. Оған қосымша 20% экологиялық төлем төленеді екен. Экология. Одан кейін ақпан айында жұмыс күндерінің саны 20 дейді. 20 жұмыс күні бар екен ақпан айында. Жұмысшы бірақ 8 күн күндіз істеген. Одан кейін 2 демалыс күні істеген. Және де 3 түн жұмыс істеген екен. 20 жұмыс күні болғанмен 8 күн күндіз, 2 выходной күні, 3 түн жұмыс жасаған. Енді осы біздің жұмысшының жалпы еңбек ақысын есептеуіміз керек. Бірінші не істейміз? Орташа бір күндік жалақысын анықтаймыз. Окладын бөлеміз жұмыс күндерінің санына. Яғни оның оклады бізде 60.000 теңге бөлеміз. Қанша жұмыс күні бар деді ақпан айында? 20 жұмыс күні бар деді. 20-ға бөлетін болсақ 3000 болады бізде. Яғни оның осы ақпан айындағы бір күндік жалақысы бізде 3000 теңге. Одан кейін есептейміз? 8 күн күндіз жұмыс істеген есептейміз. 8 күн күндіз жұмыс жасады. 8-ді көбейтеміз 3000-ға. Сонда қанша болады бізде? 24 күн болады. 8 күн күндіз істеген 24 күн шықта. 2 демалыс күні есептейміз. 2-ні көбейтеміз 3000-ға. Тағы да оның қосымша 1,5-ға көбейтеміз. Себебі бізге айтты, демалыс күні істегенге 1,5 есе төленеді деді. Сонда 6000, 1,5, 9000 болады бізде. 2 демалыс күні істеген. 3 түн жұмыс жасады. 3-ті көбейтеміз 3000-ға. Тағы да қосымша 1,5-ға көбейтеміз. Себебі түнде жұмысқа шығып істейтін болса 1,5 есе төленеді деді. Сонда бұл 13.500 болады. 3 түн жұмыс жасағаны 13.500 болады. Сонда осы барлығын үшеуін қосатын болсақ, яғни 24.000-ға 9.000 қосамыз, оған 13.500-ді қосамыз, сонда барлығы бізде 46.500 шығады екен. Бізге айттық, қосымша оған тағы да 20% экология төленеді деді. Экологиясын есептейміз, яғни 46.500-дің 20% экологиясын анықтаймыз. 46.500 көбейтеміз 20%-ға. 46.500-дің бізде 20%-і 9.300 болады екен.
Енді жалпы еңбек ақысын есептейтін болсақ, бізде оның есептелген еңбек ақысы 46.500 орташа еңбек ақы. Оған экологиялық төлемін қосамыз 9.300 теңге. Сонда барлығы ода қанша теңге болады? Жалпы еңбек ақысы 55.800 теңге болады екен. Түсінікті ғой. Жалпы бұл жұмыс істеген күніне байланысты келетін еңбек ақының түрі. Оклад по дням деп болады. Енді бізде келесі бетте сағатпен есептелетін еңбек ақы түрін өтеміз. Яғни ол оклад по часам деген сөз. Қараймыз. Егер де жұмысшымен жасалған еңбек шартында оның еңбек ақысы сағатпен жүргізілетін болса, онда 1 сағат жұмыс істегенде тарифтік мөлшерлеме арқылы есептеледі екен. Мысалы дейді, жұмысшы маусым айында 8 сағаттан 20 күн жұмыс жасады дейді. Сонда 8-ді 20-ға көбейтетін болса, барлығы 160 сағат жұмыс жасады. 1 сағат жұмыс істегенде тарифтік мөлшерлеме 487 теңге дейді. Яғни ол 1 сағат жұмыс істегенде 487 теңге төленеді екен. Онда жұмысшыға есептелетін еңбек ақы барлығы 160 сағат жұмыс жасады ғой. Сол 160 сағат 487 теңге көбейтетін болса, 77.920 теңге болады екен. Сіздер де сол қағазға қарап бақылап отырыңыздар. Бұл оклад по дням мен оклад по часам бұл мерзімді еңбек ақы формасы. Енді кесімді еңбек ақы формасын өтеміз. Кесімді еңбек ақы деген ол өндірілген өнімнің немесе орындалған жұмыстың көлеміне сәйкес объемына, олардың сапасын, күрделілігін ескере отырып есептелінетін еңбек ақы дейді. Мысалы дейді, жұмысшы бір айда 300 дана өнім өндірді дейді. Бір дана өнім шығарғанда төленетін кесімді еңбек ақы 200 теңге дейді. Яғни ол бір дана өнім өндіретін болса, оған 200 теңге төленеді екен. Онда жұмысшыға есептелетін еңбек ақы, ол барлығы 300 дана өнім өндірген болса, оған әр данасына 200 теңге төленетін болса, яғни 300 дананы 200 теңге көбейтетін болса, оның еңбек ақысы 60.000 теңге болады екен. Яғни ол 300 дана өнімді бір айда өндіре ма, немесе бір аптада өндіре ма, ол маңызды емес. Яғни уақытқа қарамайды кесімді еңбек ақы деген. Келесі екінші мысалы тақтаға жазып көрейік. Екінші мысалда талқылап көрейік. Бізде екінші мысал, жұмысшы дейді, бір айда 400 дана өнім шығарды дейді. Яғни 400 штук өнім өндірді продукция. Бір айда дейді, 400 штук өндірді. Бір айда дейді, бір данадан 200 дана арасында өнім өндіретін болса, оған әр данасына дейді, әр штугынан 100 теңге төленеді дейді. Ал егер 200 штук пен 350 штук арасында өнім өндіретін болса, оған әр штугына 120 теңге төленеді дейді. 350 мен 400 штуға өнім арасында өнім өндіретін болса, оған әр штугына 150 теңге төленеді дейді. Енді осының еңбек ақысын есептейміз. Ол барлығы 400 штук өнім өндірді. Осыны есептейміз. Бастапқы 200 штугын есептеп аламыз. Бір штук пен 200 штуктың арасында барлығы 200 штук бар. Солай ғой? 1 мен 200-дің арасында барлығы 200 дана бар. Сол 200 данасын есептейміз бірінші. Егер 1 штук пен 200 штук арасында өнім өндіретін болса, оған әр данасына деді 100 теңге төленеді деді. Яғни 100-ге көбейтеміз. 20 мың болады сонда. Келесі 200 мен 350 дананың арасын қараймыз. 200 мен 350 дананың арасында барлығы 150 дана бар. Солай ғой? Яғни 150 дананы көбейтеміз, оның әр данасына 120 теңгеден төленеді деді. 120-ға көбейтетін болса, бізде 18.000 теңге болады екен. 350 мен 400 штук арасында өнім өндіретін болса, оған әр данасына 150 теңге төленеді. 350 мен 400 штук арасында бізде 50 штук бар. Солай ғой? Сол 50 штукты көбейтеміз 150 теңгеге. Сонда бізде 7500 теңге болады екен. Осы үшеуін барлығын қосатын болса, бізде барлығы 20 мыңға 18 мыңды қосамыз. Оған 7500-ді қосатын болсақ, бізде барлығы 45500 теңге болады екен. Түсінікті ғой. Бұл енді сіздің жасалған келісім шартқа байланысты, трудовой договорға байланысты. Келесі бір мысал берілді.
косметикалық бұйымдар сататын жұмысшы мен кәсіпорын әкімшілігі арасындағы келісім бойынша жұмысшыға белгіленетін еңбекақы сатқаннан түскен соманың 10% дейді. Жұмысшы бір айда 350 мың теңгеге өнім сатқан болса, онда оған есептелетін еңбекақы қалай болады? Яғни ол қанша сомаға өнім сатты, соның 10% береді екен. Мысалы 350 мың теңгеге өнім сатқан болса, 350 мың 10% қанша болады? 35 мың теңге болады екен. Яғни бұл сіздің трудовой договорға байланысты, мысалы келіскеніңізге байланысты, мысалға 20% беру мүмкін, біреу 30% беру мүмкін деген сияқты. Енді сабағымызды ары жалғастырамыз. Мемлекеттік кәсіпорындарда жұмысшыға жалақы тағайындау үшін оның біліміне, мамандығына, лауазымына сәйкес категория анықталып, оның мамандығы бойынша еңбек өтіліне сәйкес коэффициент негізгі лауазымдық жалақыға көбейтіледі дейді. Мысал берілді бізге. Сіздер де қарап отырыңыздар сол мысалға. Жұмысшының лауазымына сәйкес категориясы Б1-2 екен. Б1-2 дейді. Көріп отырсыздар ғой. Лауазымына сәйкес мамандығы бойынша еңбек өтілі 5 жыл 6 ай дейді. Яғни оның стажы 5 жыл 6 ай. Оған қосымша экологиялық төлем 20% жалақыдан есептеледі екен. Және зияндылық үшін 1,5 айлық есептік көрсеткіш көлемінде төлем есептеледі дейді. Осыны талқылап өтейікші, осы мысалда. Қараймыз. Оның категориясы Б1-2 деді, яғни біз мемлекеттік кәсіпорында жұмыс жасайтын жұмысшылардың жалақысын есептейміз. Оның стажы 5 жыл 6 ай екен. Стажы 5 жыл 6 ай дейді. Оған қосымша экологиялық төлем 20% жалақыдан есептеледі экология. Және де зияндылық үшін қосымша тағы да 1,5 МРП төленеді деді. 1,5 МРП. Солай ғой. Енді қараймыз. Мына жерде сіздер Б1-2 деген категорияның кестесін көрдіңіздер. Яғни 0 мен 1 жыл арасында болса, оның стажы оған бекітілген коэффициент 4,6. 1 мен 2 жылдың арасында болса 4,12 оның коэффициенті. Ал 2 жыл мен 3 жылдың арасында болса, оған бекітілген коэффициент 4,18. Бізде қанша оның стажы? 5 жыл 6 ай. Демек, 5 мен 7 жылдың арасында аламыз. Бізде Б1-2 категориясының кестесінде 5 мен 7 жыл арасында бекітілген коэффициент неше екен? 4,30 екен. Осы 4,30 деген коэффициентті көбейтеміз. Негізгі лауазымдық жалақыға 17.697-ге. 17.697 теңге көбейтетін болсақ, бізде қанша болады екен? 76.097 теңге болады екен оның оклады. Енді осының 20% экологиясын есептейміз. Себебі экология бар деді. 26.097 теңгенің 20% экологиясы бізде қанша болады? 15.219 болады екен. Одан кейін 1,5 айлық есептік көрсеткіш көлемі төлем есептеледі деді. Яғни 1,5-ды көбейтеміз. 1 МРП-міз қанша бізде? 3.063 теңге. 1,5-ды 3.063-ге көбейтетін болсақ, бізде 4.595 болады екен. Сонда осы үшеуін барлығын қосатын болсақ, яғни 76.097-ге 15.219 қосамыз, оған 4.595 теңгені қосатын болсақ, барлығы бізде 95.911 теңге болады екен. Енді келесі тағы есеп берілген мысалы, оны ауызша талқылап өтейік, сіздер де қарап отырыңыздар. Жұмысшының лауазымына сәйкес категориясы А1-2, лауазымына сәйкес мамандығы бойынша еңбек өтілі, яғни стажы 15 жыл 7 ай. Бізде мына жерде А1-2-ның категориясы берілген. Оған экологиялық төлем 20% жалақыдан есептеледі екен қосымша. Кандидаттық дәрежесі үшін бір ең төменгі жалақы есептеледі екен. Және де зияндылық үшін 30% негізгі лауазымдық жалақыдан есептеледі екен 30%. Және де ақпан айында жұмыс күндерінің саны 20 дейді. Жұмысшының ақпан айында жұмыс деген күндердің саны 17 дейді. Тапсырма жұмысшының ақпан айында еңбек ақысын есептеңіз дейді. Енді қараймыз. Алдымен жұмысшының еңбек жалақысын есептейміз. Бізде стаж 15 жыл 7 ай деді. Демек бізде А1-2 категориясында
15 жыл 7 ай болғандықтан оның стажы 15 пен 20 жылдың арасын аламыз. 15 пен 20 жылдың арасы бізге бекітілген коэффициент 5,98 коэффициент. Сол 5,98 коэффициентті негізгі лауазым жалақы көбейтеміз 17.697-ге, сонда қанша болады екен бізде? 105.828 теңге болады. Орташа бір күннің жалақысын есептейміз, сол 105.828 теңгені бөлеміз сол айдағы жұмыс күндерінің санына. Сонда бізде ақпан айында 20 күн жұмыс күні бар деді. 105.828-ді 20 күнге бөлетін болсақ, бізде бір күннің жалақы 5.291 теңге болады екен. Бірақ жұмысшы ақпан айында 17 күн жұмыс істегендіктен, сол 5.291 теңгені 17 күнге көбейтетін болсақ, бізде орташа еңбекақы 89.947 теңге болады екен. Енді осы 89.947 теңгенің 20%, яғни экологиясы 17.989 болады екен. Кандидаттық дәрежесі үшін бір ең төмен жалақы деді. Біз 60.000 теңгені ең төмен жалақын толық бере салсақ болады еді. Бірақ бізде ол 17 күн жұмыс істеді. 20 жұмыс күні болғанда 17 күн жұмыс істеді. Сондықтан 60.000-ды 20-ға бөлеміз да 17-ге көбейтеміз. Сонда бізде кандидаттық дәрежесі үшін төлемі 51.000 теңге болады. Зияндылық үшін төлем қалай деді? Негізгі лауазым жалақының 30% деді. Біз осы 17.697-ның 30%-ын толық беруге болатын еді. Бірақ ол 20 күн жұмыс күні болғанымен 17 күн жұмыс істегендіктен, осы 17.697-ның 30%-ке көбейтіп 20-ға бөлеміз, және тағы да 17 күнге көбейтеміз. Сонда 4513 болады екен. Барлығын қосатын болсақ, жалпы ақпан айында жұмысшыға есептелетін еңбекақы, яғни оған есептелген еңбекақымыз 89.947 теңге, оған қосамыз экологиялық төлемді 17.989 теңге, оған кандидаттық дәреже үшін есептелген төлемді қосамыз 51.000 теңге, және де зияндылық үшін есептелген төлемді қосамыз, ол 4513 теңге. Сонда барлығын қосатын болсақ, 163.449 теңге болады екен. Енді бізде келесі тақырыбымыз еңбек демалысының есебін жүргізу, расчет трудового отпуска, яғни отпускыны есептейміз. Қолданыстағы еңбек заңнамасына сәйкес жұмысшыларға жылына 1 рет ақылы еңбек демалысы беріледі дейді. Солай ғой, жылына 1 рет. Еңбек демалысының ұзақтығы мереке күндердің заңнамасында 24 күннен кем болмауы тиіс дейді. Түсінікті, 24 күннен аз болмау керек дейді. Мереке күндердің заңнамасында. Орташа еңбекақы есептеудің бірыңғай ережесіне сәйкес, орташа еңбек демалысының ақысын есептеу үшін орташа бір күндік ақы еңбек демалысының кезеңіне сәйкес келетін жұмыс күндерінің санынан көбейтіледі дейді. Жұмыс күндерінің саны күнтізбе арқылы анықталады. Мысалы дейді, жұмысшы кәсіпорында 2015 жылдан қаңтар айының 10-нан бастап жұмыс істейді дейді. Кәсіпорын басшысының бұйрығымен 1 ақпан 2016 жылы 24 күнтізбелі күнге еңбек демалысына шықты дейді. Жұмысшыға енді орташа еңбекақысын есептейміз. Отпускной. Жалпы еңбек демалысын, яғни отпускнойды қалай есептейді? Мысалы, қай айдан бастап отпускке шықты, сол айдың алдыңғы айдан бастап артқа қарай 12 айда алады. Түсінікті ғой. Мысалы, бұл жерде жұмысшы 2016 жылдың ақпан айында отпускке шыққан. Яғни 2016-ның ақпан айының алдындағы ай қандай? Қаңтар. Яғни 2016-ның қаңтары. Сол 2016-ның қаңтарынан бастап артқа қарай 12 айда алады. Яғни 2016-ның қаңтары, 2015-ның желтоқсаны, 2015-ның ноябрь айы деген сияқты мына. Көрдіңіздер ғой? Қаңтар айын 2016-тан бастап артқа қарай 12 айда алады. Сол 12 ай бойғы есептелген еңбекақыны алады. Мысал ретінде берілген әртүрлі болуы мүмкін есептелген еңбекақы. Сол 12 айдың есептелген еңбекақысы 945 теңге барлығын қоссақ, және сол 12 ай бойғы жұмыс күндерінің санын алады. 12 айдағы жұмыс күндерінің саны 247 екен. Солай ғой. Еңбек демалысын есептеу кезеңі 2015 жылдың ақпан айының 1-нен бастап 2016 жылдың қаңтар айының 31-не дейін. Осы кезеңде есептелген еңбекақының жалпы сомасы 945 теңге болды жаңа көргендеріңіздей. 5 күндік жұмыс аптасына сай есепті кезеңдегі жұмыс күндерінің саны 247 күн болды. Орташа бір күндік ақыны қалай есептейміз? Отпускке шығатын. Яғни отпускке шыққан кездегі бір күн қалай есептейді екенбіз? 12 ай бойғы есептелген сумманы, яғни 945 теңгені бөлеміз сол 12 ай бойғы жұмыс күндерінің санынан, яғни 247 күнге. Сонда 945-ні 247-ге бөлетін болсақ, 3826 теңге болады екен. Яғни оның отпускке шыққан әр күніне 3826 теңге төледі.
әр күні болғанда әр жұмыс күніне төленеді. Выходной күнге төленбейді. 5 күндік жұмыс аптасының күнтізбесіне сәйкес еңбек демалысының кезеңінде жұмыс күндерінің саны 18 күн дейді. Яғни ол 24 күнге отпускке шыққанмен, сол 24 күннің ішіндегі жұмыс күндерінің саны 18 күн болғандықтан 18 күнге есептеледі. Яғни сол 3826-ны, яғни бір күндік еңбек ақысын көбейтеміз 18 жұмыс күнді, иә. Сонда 68868 теңге болды оның отпускной. Түсінікті ғой. Енді келесі еңбекке жарамсыз параны есептейміз. Расчет больничных листов, яғни больничный есептейміз қазір. Қазақстан Республикасының еңбек кодексіне сәйкес жұмыс беруші жұмысшыға уақытша еңбекке жарамсыз күндеріне байланысты әлеуметтік жәрдемақы төлейді дейді. Ол үшін жұмысшы ауырған күндеріне байланысты еңбекке жарамсыз параны, яғни больничный листті бухгалтерияға өткізу керек. Еңбекке жарамсыз параны есептегенде оған 15 айлық есептік көрсеткіш көлемінде шектеу қойылады дейді. Яғни 15 МРП-мен ограничение болады. Түсінікті ғой. 15 МРП-міз қанша болады? Яғни 15-ті 3060-ға көбейтсек, бізде 45945 теңге болады. Яғни 45945 деген ол максимальная сумма. Яғни осыдан аспайды. Бұған дейін төлене береді. Бұдан кейін тағы да көп жатқан болса, больничныйға шыққан болса, бұдан артығын бермейді. Себебі біреулер жатып алуы мүмкін, больничныйға шыққан. Бұдан артығын бермейді екен. Мысалы дейді, жұмысшы 2016 жылдың қаңтар айының 11 мен 16-сына аралығында еңбекке жарамсыз параны өткізді больничный листі бухгалтерияға. Есепті 12 айлық кезеңде жұмысшыға жалпы 645 теңге еңбек ақы есептелген екен. Кәсіпорын 5 күндік жұмыс аптасымен жұмыс істейді, еңбекке жарамсыз параны есептеуі қажетті мәліметтейді. Өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай, отпускнойды да больничный сияқты есептейді екен. Қай айдан бастап отпускке шықты, сол айдың алдыңғы айынан бастап артқа қарай 12 айда алады. Яғни ол 2016-ның қаңтар айында шықса, больничныйға 2016-ның қаңтар айының алдындағы ай қандай? 2015-ның желтоқсанында, одан кейін қараша айы. Сол 2015-ның желтоқсанынан қарай 12 айда алады. Сол 12 ай бойғы бізге есептелген еңбек ақы 645 теңге, 12 ай бойғы жұмыс күндерінің саны 248 теңге екен. Енді тура жаңа отпускной сияқты есептейміз. Сол 12 ай бойғы есептелген сумманы 12 ай бойғы жұмыс күндерінің санына бөлеміз. Яғни біз 645-ді 248 күнге бөлетін болсақ, бізде 2601 теңге болған екен. Яғни больничныйға шыққан бір күніне 2601 теңге төленеді. 5 күндік жұмыс аптасына сәйкес еңбекке жарамсыз параға есептелетін жұмыс күндерінің саны 5 күн. Яғни больничныйға да шықса, выходной күнге есептелмейді. Бұл жерде де больничныйға шыққан уақыттары жұмыс күніне есептеледі. Яғни ол 5 күнге больничныйға шыққан болса, 2601 теңгенің 5 күнге көбейтсек, оның больничныйы 13005 теңге болады екен. Жалпы бүгінгі тақырып сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Астыңғы жақта сіздерге өзіндік жұмыс берілген, соны өздеріңіз самостоятельно орындайсыздар. Бүгінгі сабақ сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Сұрақтарыңыз болса, жекеге шығып қойсаңыздар болады. Келесі кездескенше